Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын медовый торт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тортымызды дайындау үшін бізге мед, пищевой сода және сапалы 82% сары май, жұмыртқа, қант және де електен өткізілген ұн қажет. Ең алдымен водяной баняда, яғни су моншасында медімізді, оның үстінен пищевой содамызды салып, бір-бірімен реакцияға түскенше, яғни аппақ болып, көпіршігенше араластырып тұрамыз. Мінекей, дәл осы видеодағыдай реакцияға түсу қажет бір-бірімен. Одан кейін үстіне сапалы 82% сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей, енді бізде осындай масса пайда болды. Енді оны водяной банядан алып қоямыз. Ендігі кезекте 3 жұмыртқамызды және де қантымызды бір ыдысқа салып, вентиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы водяной баняда жасап алған массамызға, яғни медімізға салып, жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Бізде араластырғаннан кейін осылай шығу қажет. Бұның үстіне ұнымызды 2 бөлікке бөліп, салып, жақсылап қамыр дайындайтын боламыз. Бізде осындай қамыр дайын болды. Енді бұны целлофанға салып, холодильникке 40-50 минутқа қойып қоямыз. Тортымызға крем дайындайтын боламыз. Мен сгущенка, сметана және сары май пайдаландым крем үшін. Сіздер заварной крем немесе сливкимен өздеріңіз крем дайындап жасасаңыздар болады. Менде осындай қоюлықтағы крем шықты. Дайын болған қамырымызды холодильниктен шығарып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Домалақтап алған дайын қамырларымызды оқтаудың көмегімен кішкене ұн себе отырып жайып аламыз. Және де мен тортқа арналған кольцоның көмегімен домалақ форма жасап, оны вилкамен тесіп дайындап қойдым. Торттың барлық дайындалған корждарын осылай домалақтап кесіп, вилкамен тесіп алдым да, алдын ала дайындап қойдым. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 4-5 минуттың көлемінде пісіп шығады. Тортымызды дайындау үшін қажет болатын барлық ингредиенттерді төмендегі описание бөліміне қалдырдым.
Мінекей менің корждарым дайын болды. Екі жағда осындай әп-әдемі болып, қатты күйіп кетпей, пісіп, жақсы болып шықты. Тортымыздың жан-жағынан қалған корждарын измельчительдің көмегімен езіп, кружка дайындап аламыз. Тортымыздың бетіне себу үшін қажет болады. Тортымызды жинауға кірісейік. Алдымен тортымыздың астына кішкене кремнен жағып қояйық, қозғалып кетпес үшін. Одан кейін 2-3 қасықтан әр корждың арасына кремді салып, жақсылап жағып аламыз. Енді тортымыздың бетін бағанағы корждарды, езіп алған корждарымызбен жауып сәндейтін боламыз. Менде осындай астикордан алған қазақша оюлары мен трафарет бар. Трафаретімізді торттың бетіне қойып, сахарный пудра сеуіп, әсемдейтін боламыз. Мінекей достар, өте нәзік, әрі дәмді, жеп-жұмсақ тортымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Таңшолпан. Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгінгі менің YouTube каналымда осындай өте дәмді, қытырлақ болып шығатын Наполеон дайындаймыз. Бізге ол үшін сары май, жұмыртқаның сарысы, су, тұз және де уксус қажет болады. Ең алдымен осындай морозильниктен шыққан сары майымызды қосамыз ұнға, содан кейін тұзымызды және де 2 жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Одан кейін суымызға 9 немесе 6% алма сірке суын қосып араластырамыз. Сары майымыз еріп кетпес үшін тезірек қамыр илейміз. Тортты дайындау үшін қолданылған ингредиенттердің барлығының грамдарын описание бөліміне қалдырдым. Мінекей осындай қамыр шығу қажет. Енді қамырымызды 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Мінекей тындырылған қамырымыз дайын болды. Тестоның салмағы 632 грамм болды. Мен бұны 5 бөлікке бөлдім. Сіздер торттың биіктігі биік болсын десеңіздер, онда 7-8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Қамырларымызды осылай домалақтап аламыз, жаюға ыңғайлы болу үшін. Осы уақыт аралығында пештеріңізді қыздырып қойсаңыздар болады. Енді пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жаямыз. Кішкене ұн қосып, жайып алсаңыздар болады. Ал енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Мен 3 желанияның сгущенкасын және де 20% сметананы пайдаландым. Креміне қаласаңыздар сахарный пудраны қоссаңыздар да болады.
Сгущенка мен сметанды миксерлеп алдым. Мінекей біздің креміміз дайын. Тортымыздың корждары дайын болды. Мен крышканың көмегімен домалақ форма жасап алдым. Артық қалған корждарды тортымыздың бетін әрлеуге қалдырып қоямыз. Торттан қалған корждарды қолыңыздың немесе измельчительдің көмегімен езіп аламыз. Тортты холодильникке салмай-ақ, осылай дайын болған уақытында кесіп жей беруге болады. Өте қытырлақ әрі дәмді тортымыз дайын болды. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді, жұмсақ синнабон дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тәттімізді дайындау үшін алдымен шұңғыл ыдысымызға жылы сүтімізді, тозымызды, қант және сұйық май, дрожжімізді салып, одан кейін бір жұмыртқамызды салып, жақсылап вентиктің немесе вилканың көмегімен араластырып аламыз. Ендігі кезекте алдын ала өлшеніп, електен өткізілген ұнымызды 2 бөлікке салып, жақсылап қамыр илейміз. Ұнымыздың екінші бөлігін салғаннан кейін ертіліп, алдын ала өлшенген кішкене сары майымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, бізде осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шықты. Осыны целлофанға салып, холодильникке тындырып қоямыз. 20 минут көлемінде. Дайын болған қамырымызды жақсылап оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін алдын ала бөлме температурасында дайын тұрған сары майымызды қамырға жақсылап жағып шығамыз. Сары майды жағып болғаннан кейін корица мен қантымызды біріктіріп, осы қамырдың бетіне сеуіп шығатын боламыз. Толықтай. Осылай видеода көрсетілгендей қамырымызға толықтай сеуіп шығамыз.
Достар, барлық ингредиенттерді төмендегі описание бөліміне қалдырдым. Сол жақтан қарап жасап көріңіздер. Енді қамырымызды дәл осылай видеода көрсетілгендей орап аламыз. Оралған қамырымызды жіптің көмегімен түзу етіп кесіп аламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Мінекей дайын болды. Енді алдын ала қыздырылған пешке пісіруге жібереміз. Синнабондарымыз пісіп шықты. Енді үстіне мен креміне 20% сметана мен сгущенканы пайдаландым. Ыстық болып тұрған синнабонның бетіне осы кремімізді жағып шығатын боламыз. Видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Синнабоны дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен болған Таңшолпан.